Maya, berge. Неге тығылып отырсың? Араларға қара. Олардың шаршап жүргенін байқап тұрған шығарсың. Аралар жаз бойы тынымсыз жұмыс істеп жүр. Екеумізді басты қара көріп қойса, екеумізді де жұмысқа салады. Омартадан тезірек кеткеніміз жөн. Мәртебелім, мына ыдыстар босап қалыпты. Күз түскенше жұмысты күшейту керек. Тездетіңдер. Тезірек, тынығуға уақыт жоқ. Сендер жазды демалыс уақыты деп ойлап қалдыңдар ма? Әрине, қыстың қамын жазда ойлау керек. Жалқаулыққа салынсаңдар, сендерге азықты кім тасып береді? Әрине, қыстың қамын жазда ойлау керек. Жалқаулыққа салынсаңдар, сендерге азықты кім тасып береді? Ей, сен, бір сәтке тоқтай тұр. Безуакс мырза, бір жеріңіз ауырып қалған жоқ па? Зигалі кішкентай ғой, оны кешіріңіз. Ол кейде балалықпен қателіктер жасайды, бірақ жаман ойы болмайды. Бұзақыларға омартада орын жоқ. Ол өзгелерге кедергі келтіргеннен басқа ештеңе білмейді. Оны бұл жерден қуу керек. Қорғаштаудың қажеті жоқ. Бұл балақай омарта жұмысының алға басуына кедергі болады. Қайдасың? Қазір сені тауып алам. Құлап қалдың ба, Вилли? Кешірім сұраймын. Ей, сен кімсің? Мен Маямын, мынау Вилли. Менің атым Зик. Бәріне жаным ашып көмектесіп жүретін Маясың ба? Сен жайлы көп естіп. Мұнда жалғыз не істеп жүрсің? Адасып қалдың ба? Қай омартадан боласың? Бұл маңызды емес. Кетіп қалдым. Солай ма? Олар кеткеніңді біле ме? Әрине, оларға саяхатшы боп жалғыз өмір сүргім келетіндігін айтқанмын. Бірақ сыртқа бірінші рет жалғыз шығып тұрмын. Ұйқымды қайта бөле бердіңдер ғой. Қабыршағыма неге тиесің? Кешір, мен сені... Жақсы демал, Шалби. Саған біраз нәрсені үйрету керек сияқты. Менің қарным ашты. Менің де. Оған алдымен тамақты қайдан тауып жеуге болатынын көрсетейік. Ал жаз мезгілінің соңғы айларында гүлдердің тозаңы ерекше дәмді болады. Дәмдісін ой. Мен гүл алаңының, мен осы көгалдың патшасымын. Өтініш, Вилли, гүл тозаңдарың. Жоқ, басымды мынадан шығарыңдар. Вилли, келіп көмектесші. Тыныштық бермедіңдер ғой. Мені кешірші, Вилли. Егер мен сендерге қосылмағанда мұндай келеңсіздік орын алмас еді. Ештеңе етпейді, Зик. Мені кешірші, Вилли. Бәріне мен кінәлімін. Саған жұлдыздарға қарап жатып ұйықтайтын орын табайық. Анау гүлдер керемет емес пе? Босап қалған ескі омарта ғой. Ол жерде мүлдем ұйықтай алмайсың. Омартада ұйықтағанды ұнатсаң, ол жақтан неге қашып кеттің? Себебі бұл жерде бұрын соңды көрмеген қызықтар көп. Мысалы мына жер.
Қорқытып жібердің ғой. Енді міне бұратылып қалдым. Бәрі дұрыс па? Бір жерің ауырмады ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Тоқта, мен тағы да қайтай аламын. Тамаша, қайта бұрынғы қалпыма келдім. Көрдің бе? Сенің ойының Макстың қайта қалпына келуіне көмектесті. Сенің талантың бар екен. Мынау сенің орның, ал мынау менікі. Енді түнде жалғыз ұйықтамайсың. Ал мен омартаға барып ұйықтаймын. Жоқ, қараңғы боп кетті. Омартаға қайта алмаймын. Мая, сендердің қастарыңда қалайын. Сондай жұмсақ екен. Білесің бе, Зик, сенің бұл жақта қалғаның дұрыс емес. Қаласаң ертең омартаңды іздейік. Қайырлы түн. Іздеушілер тобы омартаға келіп дем алсын. Зик, жұмсақ орын таба алдым екен. Ай, ол менікі. Вилли, екеуміз шулап Зикті оятып жіберген жоқпыз ба? Вилли, Зик жоқ! Кешіріңіз. Ей, сен, итке тиспе. Алып сәби десеңші. Ол оянып кетті. Оның қайтадан ұйықтағысы келеді. Дәл сен сияқты Вилли. Әнімді айтып беремін. Өзіңді жылама. Өзің ақылды екенсің. Тезірек кетейік. Мен төрешінің жұмысшыларға ұрсып айтқан сөздерін қайталап мазақтадым. Осы ғана шуланған төреші менің омартадан ертерек кеткенімді қалады. Сосын кетіп қалдым. Енді мені кіргізбейді. Уайымдама, бір шешімін табамыз. Кешір, Зик. Мен төреші Безуакспен сөйлесіп көрейін. Бірақ... Мәртебелім, омартаны тексеру үшін Безуакс мырза келді. Осындай екенсің ғой. Өзіңді кіммін деп ойлап жүрсің. Сен омартадағы аралар шарқырып іздеп жүр ғой. Мәртебелім, омартада тәртіпсіздік орнады. Балаң құрттар жылап жатыр. Күтуші аралар шаршап үлгере алмай жатыр. Ал жұмысшы аралардың жұмыстары баяулап кетті. Тозаңды әлі толықтай жинай біте алмай жүрміз. Сен әлгі Макстың көңілін көтерген ойыныңды қайталасаң қайтеді. Мүмкін аралардың көңіл күйі көтерілер. Сосын олар тапсырманы тезірек орындайды. Безуакс мырза, Зиктің бір ұсынысы бар.
Дайындал, Зик, алға. Ай-ай-ай. Жарайсың. Қане? Алақай, Зик, қайда кетіп қалды? Сені сағынып кеттік. Сенің тапқырлығыңа дән ризамын, балақай. Мен төреші ретінде омартаның жұмысшы араларының көңіл күйін көтеруді саған тапсырам. Кішкентай араға сенім артып жұмыс тапсырғаныңыз жақсы болды. Өз жұмысын тиянақты атқаратын мына біз ғана.